Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге көрінісінен түрлі түсті әдемі және дәмі деген өте керемет болатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше мұқият қараңыздар. Бірінші, осылай қиярларымызды ұзынша етіп турап аламыз және бір шай қасық тұз салып, оны араластырып бір бұрышқа қойып қоямыз. Екінші, пияздарымызды осылай ұзынша етіп уже турап аламыз. Одан кейін осылай болгар перецтерімізді түрлі түсті оларды да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Одан кейін осылай соус дайындаймыз. Бірінші 4 қасық соя соусы, бұрыш, паприка, сұйық май 4 ас қасық, осылардың барлығын салып және чеснокты езіп саламыз және барлығын араластырамыз. Оны шетке алып қоямыз. Қайнаған етімізді осылай турап алатын боламыз. Тоже жіңішке етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Сөйтеміз де жаңағы соусымыздың салып араластыратын боламыз. Соусымыз ерекше дәм беріп тұрады. Осылайнан етті салып бұрышқа қойып қоямыз. Одан кейін жаңағы ұзынша етіп тураған пиязымыз бен болгар перцімізді осылай кішкене ғана осылай қуырып аламыз. Жартылай пісіреміз деп айтсақ болады. Осылайнан пісіріп ерекше жеген кезде әдемі болып көрінеді. Одан кейін помидорларымызды осылай кесіп ішіндегі етін алып тастаймыз. Себебі салатымыз өте сулы болып кетуі мүмкін. Оны да осылай ұзынша етіп турап салатымызға салатын боламыз. Жаңағы осылай огурцемізден, яғни қиярымыздан суды алып тастап, өзін ғана саламыз. Су керегі жоқ. Одан кейін барып помидорымызды саламыз. Етімізді жаңағы маринадталған оны саламыз. Қайнаған етімізді. Одан кейін болгар мен пиязымызды салып, оның үстінен 10%-тік бір ас қасық уксусымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Егер тұз аз болатын болса, дәміне қарай тағы да қоссаңыздар болады. Мінекей түсі деген әдемі, ерекше дәмі деген жасап көріңіздер, өте оңай, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Рахмет.